Егер қазір бір жерден бір атақ даңқы шыққан абыройлы біреу келе жатса, сөйтіп ол сіздің үйіңізге қонаққа түсем десе, сіз қалай жайылып қаласыз? Ой, шулап қаламыз, дұрыс, азық түлік аламыз, малымызды соямыз, бүкіл төрге отырғызамыз. Бірақ сіз өзіңіз бір сәт ойланып қараңызшы, өзіңіздің бір әке-шешеден туған ағаңызға қашан арнайы ешқандай себепсіз соған арнап жаңағы бір көкеңізді, абыройлы біреуді күткендей малыңызды сойып, төріңізге шығарып, ас үстіне түсіп қашан күттіңіз? Немесе кеше сізді дүниеге келгенде қуанып, әлпештеп, алақанына салып бапқан әпкеңізді қашан тек қана соған бір малдың басын арнап, үйіңізге бала шағасымен қонаққа шақырып, сый-сияпат беріп, орамал тонын беріп жібердіңіз? Ал ертең өмірден өткен кезіңізде аға өлсе, соның денесін, мәйітін жууға іні түседі. Сіздің жаңағы көшеден келген авторитеттеріңіз, абыройлы асқақтаған адамдар түспейді сіздің мәйітіңізге. Сіздің қиналған кезде шығып кеткен дәретіңізді олар жумайды, іні жуады. Іні өлсе, аға жуады сізді. Қабірге көтеріп апара жатқан кезде, елдің қолы талған кезде, белі үзілсе де, аға өлсе, іні көтеріп апарады қабірге. Іні өлсе, аға көтеріп апарады. Тар қабірдің ішіне талай адамның жүрегі дауламай тұрған кезде, үстім шаң болады, топырақ боп қалармын деген кезде, ана қабірдің ішін көруге секіріп түсетін кім? Кебініңізді шешіп жайғастыратын кім? Бір әке-шешеден туған сіздің ағаңыз немесе ініңіз. Өзге адам түспейді ол кезде қабірге. Неге сіз оның бір айтқан қандай да сөздеріне өкпелеп араласпай кеткенсіз омен? Неге? Қандай сіздің хақыңыз бар Құдай таңдап берген туысыңызбен араласпайтын? Сізде таңдау болған жоқ қой.